Yani бұл қазақ-түрік лицейлері 1992 жылы елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевпен Түркия президенті Turgut Özal'дың екеуара келісім негізінде ашылған болатын. Бұл КТЛ-дер ескі атауымен қазақ-түрік лицейлері, қазір жаңа атауымен білім инновация лицейлері осы 20 жылдың ішінде білім саласында үлкен жетістіктерге жетті. 2001 жылы елбасымыз осы Астанада қазақ-түрік лицейіне қонақ болып келді. Сол уақытта өзі осы лицейдің жұмыстарымен, жетістіктерімен танысып, тәнті болды. Және сол кезде келгенде, сол уақыттағы лицей басшылықтарына елбасымыздың мынандай бір ұсынысы болған еді. Осы Астана қаласының жаңадан осы ел ордасына айналуына байланысты, үлкен қала болып қалыптасу бастауына байланысты осы халықаралық деңгейде бір мектеп ашу мәселесін ұсынған болатын. Осы ұсынысты біздің басшыларымыз сол уақыттағы бір тапсырма ретінде қабылдап, Астанада осындай халықаралық деңгейде бір мектеп ашудың жоспарына кірісіп кетті. Негізі осы Астанадағы Нұрорда мектеп оқу кешенінің бір алғашқы жоспарлары 2003 жылында сол кездегі Астана әкімі Жақсыбеков ағамызбен кездесуде Астана халқының бір сұранысы бар еді. Астанада халық көбейіп баратыр, бір лицей жетпейді, ол кезде тек ұлдар лицейі болған, тағы бірнеше лицейлер ашылса деген. Біз сол халықтың сұранысыны бір ресми кездесуде әкім мырзаға жеткізгенбіз. Ол кісі бізге айтқан, Астанаға айтақ халық көп көшеді, акимат біз жыл сайын 3-4 мектеп салып іске қосамыз, оның өзіне де мектеп өзімізге жетпейді. Бірақ мен сізге жер бере алам, өздеріңіз салсаңыз, сала аласыз ма деген сұрақпен, енді саламыз деген ниет білдірдік. Сондай халықтың сұранысына сай, негізі бір мектеп салу, бірінші класстан бала қабылдау деген бір кәдімгі қазақ-түрік лицейлерін кеңейтілген түрінде бір кешен болса деген оймен жолға шықтық. Негізі айтсақ, елбасының тапсырмасымен бізге қазіргі Нұрорданың жері бөлінген. Осы негізі ең басты бастамасы мектептің осылай болды. Және біз 2005-те, енді осы сұрақтың шешілуі 2 жыл уақыт алды. 2005-те осы Нұрорданың құрылысына бастадық. 2005-те осы Нұрорданың алғашқы мен пландарын, эскиздерін көрдім. Сол көргенде өзім таң қалдым, қандай керемет бір мектеп. Шын айтқанда сол жылдары біздің сол деңгейде бір мектебіміз болған жоқ Казахстанда. Жалпы Астана жаңа қала, жаңадан құрылыстар басталған жылдар, жаңадан басталған. Енді Астанаға, Казахстанға лайық бір мектеп салу керек. Өзім мұғалім ретінде алғашқы рет көргенде, шын айтайын, Түркияда ондай деңгейде мен көрген жоқпын. Мектеп көрген жоқпын. Енді біз өздеріміз мұғаліміз ғой. Біз құрылысшы емеспіз, ондайды біле қоймаймыз, бірақ бізде таза, адал ниетпен бір мектеп салайық, сол бүкіл жүйесіне өзіміз орналастырайық деген бір оймен жолға шықтық. Жаңағы проекттің ескізіне проект жасалды, бірінші котлован, фундамент, сондай проекттер жасалды. Енді мен ол кезде өзім Астанада лицей директорымын. Әлі стройка дегенде, құрылыс дегенде анық біле қоймайым. Түркиядан проект келді. Бізге бөлінген жерге біз ғимаратты отыртып, анау шекарасын сызғанда, қарасақ, біздің ғимарат участокқа сыймайды. Бізге бөлінген жерге сыймайды. Мен қоймай қаланың архитектура департаментіне бардым. И айттым, что біздің мектеп бізге бөлінген жерге сыймай жатыр. Енді қалаларда қызыл сызықша деген бар, красный линия. Кейін мен оны бәрін уташны не екенін білдім. Осы қызыл сызықшаны біраз жылжытсаңыз бола ма деп сұрадым ол кісілерден. Біздің ғимарат сыймай жатыр дедім. То есть больше жер сұрап отырмын ғой былай қарасам. Енді ол кісі күлді де айтты, бауырым, олай болмайды бұл жұмыстар. Красный линия, қызыл сызықша деген ол жылжымайды. Наоборот, сіздер мектебіңізді кішірейтуіңіз керек. Сізге берілген жерге нормалар бойынша отырғызуыңыз, сыйғызуыңыз керек деп біраз күліп, ол жада маған қызық болды негізі. Нұрорданың пландарыны көрген кезде, суреттерін көрген кезде Үнал мырза бізге көрсетті.
Сосын мен таң қалдым. Шынында да біз осыны жасай аламыз ба? Осындай бір здания, осындай бір ғимарат боладымы деген бір сенбей қалдым. Біздер окуу мекемелери мындай үлкөн жумуштарды бір спонсорлар аркылуу саламыз. Бирок онун өзүндө де өзүбүздө колубузга кичикирим акча тийгенде үлкөн жумуштарга кирип кетемиз. Кейін кыйналабыз. Жана Нур Ордада да курулуш кезинде акчага катты кыйналдык. Энди Астанада, эл ордасынын дали сол центринде салынып аткан жаңа авторитет районунда жер берилди. Катты кыйналдык. Акчанын жоктугу адамга түрлүү ойлор тугузат. Бир күнү бир ой тууду. Осы Абай атамыздын сөзүнөн пайдаланайык. О кишинин сөзүнө өзүмүзгө слоган жасайык. Ол кандай сөз? Сенде бир кирпич дүйнөгө кетеген таппар калан деген сөздү бир статуска айнүктүн үстүнө жаздык. Бир кирпич сурет жасадык. Буну халыкка, ата-аналарга, тааныш, туус ким болсо сыйлык ретинде бердик. Бул лицейдин курулушуна сиздин де бир үлесиңиз болсун деп. Сөйтүп сол бир кирпич деп атадык го энди ону. Бир кирпичти $100 беремиз деп журтка сен бол просто. Сөйтүп акча жиноо ою тууду бизден. Ол жакшы да болду. Бираз адамдар Казакстан түкпүр жеринен адамдар көмөктешти. Жаңа Нур Орда аты кайдан табылды, кайдан эске түштү деген сурак да бар. Нур Орда аты негизи биздер жумуштар карбаласып жүр. Соңку бир айга дейин ойламаппыз. Бул мектептин аты не болот. Энди элбасы келет, сол эсимизге сөйтүп түштү. Элбасы келет, биздер сценарийни өзүбүзчө жасайбыз го. Булай келет, булай иштейбиз, булай сурак коёду, булай жооп берүү мүмкүн деп, жооп беребиз деп. Айттык, жигиттер, элбасы сураса, бул мектептин аты не? Не дейбиз? Аты жок. Соңку бир айда осы бизге пайда болду ат коюу. О кезде бәріміз ойланайык дедик, көрейик, жан-жактан сураштырайык деп. Сол кездеки алгачкы мектептин, осы Нур Орданын алгачкы директору Садретдин Челик мырза бир күн айта келди, мен бир ат таптым, казакча Нур Орда деп. Энди билим, жарык, сол билимдин, жарыктын ордасы болсун мағынасында Нур Орда деген атты таптым деди. Сол бәрімізге унады. Сону кабылдай салдык, сол үстүнүстө. Соңғы кездерінің 2-3 айыны мен дұрыс есіме ала алмайм, себебі жұмыс деген өте карбалас жүреді. Түні бой жұмыс істейміз. Нур Ордан енді президенттің ашатыны белгілі болған соң, о кісі біріншіден айтты, 1 сентябрь күні келеді, сосын жоқ 3 сентябрь күні келеді дегенде, сол арадағы 2 күн бізге 2 айдай бір сыйлық болды. Дайындық жүріп жатыр ғой карбаласып. Сол 2 күн бізге бір жақсы сыйлық болды. Бірақ 3 сентябрь күні келет деді о кісі. 3 сентябрь күні біз дайындалып отырмыз. Уже келердің алдында соңғы түн, соңғы күн біз тазалық жасап отырмыз бәріміз. Мен бір компания арқылы 20 айел жұмысқа қабылдадым. Bir күнге тазалық жасау. Түнгі сағат 12 қарасам далада бір 10 шақта, 15 шақта еркек адам тұр. Охраналармен, күзетпен қырсып отыр. Шықтым, немене десем, айтады, біз әйелдеріміз іште жұмыс істеп отыр, оларды алуға келдік. Мен айтам, жігіттер, біз келестік қой, хотта отыра, елбасы келеді, тазалаймыз, жұмыс көп десем, қоймайды о кісілер, біз әйелдерімізді беріңіз, кетеміз дейді. Енді төбелесмейміз ғой жерде. О кісілердің әйелдерін шығардық, бердік, қоштастық. Сосын мен отырдым, ойладым. Сағат түнгі 12. Таңертең 10-да елбасы келеді. Қанша адам келеді, ата-аналар келеді, мектептің бірінші күні. Енді құрылыстан кейін тазалық қиын болады да, әр жер шаң болып жүреді. Сіз тазаласаңыз шаң қайта-қайта көтеріледі. Енді біздің бұрынғы методикамыз бар. Өзіміз жұмыс істеу. Біз лицейлерде олай көрдік. Өзіміз жұмыс жасадық. Мен жігіттерге айттым, болмайды. Мынау о кезден ұлдар, қыздар лицей бар ғой Астанада. Айттым, осы мұғалімдердің бәрін шақырыңыз. Әйеліне,
kүйөөнү, эркек адам, айыл адам баары келсин дедим. Айтыр бир 50 шакта мугалим бала шагасы менен келип биз таң эртең 5ке дейин тазалык жасадык өзүбүз. Үлгердик. Кейін үйге барып үстүмүздү кийимибизди абыстырып, келип саат 10-да элбасыны каршы алдык. Mən 2007 yılın 15 sevrinde Aktöbe Kazak Türk Liseyi'nden Nur Ordağa Katev Koru'nun protokolü boyunca jiberildim. Cumhuriyet'in ben resmi cumhuriyetleri ben aynalastım. O vakitte Ali Koçak Mirza kuruluş cumhuriyetleri ben aynalastı. Sonra başlangıç sınıf muallimlerinden başladık. Yukarı sınıfın muallimleri matematika, Angushin dili, Türk dili, fizika, biyologiya, kimya muallimleri, kompüter muallimleri Katev arkalı bize gelgen. Bak başlangıç sınıf muallimlerini biz Astana kalasından taptık. Мен бұл мектепке келуімнің де өзі бір қызық себептері болды да. Бұрынғы істеген мектебімнің ата-аналары енді жақсы реклама жасаған ғой. Ол кезде директорымыз Садридин бей болатын. Сол жаңа Садридин бей ол ата-анама айтады. Жақсы ұстаздар болса, біздің мектепке жіберіңіз деп ата-анама өтініш жасапты. Содан ата-анам кеп маған дереу телефон шалып, Жаңыл Бейсенбай қызы Астанада сондай керемет бір мектеп ашылып жатыр екен. Сіз сияқты сондай ұстаздар керек екен. Тәжірибелі ұстаздар іздеп жатыр екен деп сөйлеп, барып сөйлесіп көрсеңіз қайтеді деп. Содан келдім, бірден мектепке жүрексіне кіріп, не болады екен, қалай болады екен деп. Содан аяңдап Садридин бей алдымнан шықты. Кіргеннен кейін ол кісі адамға бір жүзімізге бір қаратты, қарамайды, алдындағы затқа қарап отырып, қағазға сұрақ қояды. Бір ғана сұрақ қойғаны бар. Не үшін мектепте сіз жұмыс істеуге бел будыңыз деген сұрақ қойды. Әрине маған балалармен жұмыс жасаған маған өте ұнайды. Бастауышта өзім армандаған бала кезімнен дегеннен кейін ол кісі жақсы жұмысқа алындыңыздар деді, ешқандай сұрақ болмады бізде. Артық сұрақ қойған жоқ маған. Содан айтты, сіз осы мектепке қабылдандыңыз деп сөйледі. Сосын мен айттым да, ештеңе сұрамайсыз ба? Ешқандай сұрақтарыңыз жоқ па деп сөйледім да, қалай мен бірден қабылдандым? Жоқ, мен үшін сізді бір көргеннен мен сіздің іс тәжірибеңіз мол адам екенін бірден көзіңізден байқап тұрмын. Бірақ мен таңғалдырған бір сұрақ болды ол кісіден. Бұл мектептің келешегі қандай болатынын, не мақсатпен салынып жатқанын айтып жатты да, содан кейін маған осындай бір сұрақ қойды. Жарайды, сіз негізі бастауыш маман екенсіз. Ал егер сізге мұғалім болмай-ақ қойыңыз, бастауыш мұғалімі, ал мен айтсам, біздің мектепте неше түрлі салалар кетеді деді. Кафелар ашылады, кантин болады деді. Егер мен сізге айтсам, жоқ, сіз мұғалім болмай, кантиннің несі басқарушы болсаңыз, қалай қарайсыз деді. Сол кезде мен таңғалдым да, негізі мен мұғалім ретінде келіп отырмын ғой. Қарап отырында айтам, негізі ойлаймын дедім, әр кісі өзі білетін маманын, ол жақсы болған, басқарушы, кафе саласында жасаған, бірақ әр адам өзінің білетін жұмысын атқару керек деп. Сондай негем, сосын ол кісі жай жымиып қойды. Қандай мақсатпен сұраған, или ол психологиялық бір тексеріс болды ма, сондай бір мені таңғалдыратын сол бір сұрақ қалды да. Конечно, работа кипела. Вечером могли видеть землю потрескавшуюся, да? Приходили утром, на этой земле уже лежала брусчатка. Работа кипела. Және ол кісі бізді ұйымдастырды, бірнеше мұғалімді осы жерге алып келді. Ол кезекте бұл жерде тек қана мектептің қаңқасы тұрды. Баспалдақтың өзі шыққан кезде біз қорқып жер көрініп, шыққан кезде қорқыныш болып, қалай бұл мектеп осы күнге дейін, бірінші қыркүйекке дейін ойында кіріп шықпайды әлі де. Жол жоқ бұл жерде. Бәрі мынандай қопарылып жатқан жер, бірақ Садридин мырза өзінің бір анандай сабырлылығымен, сондай бір мейірімділігімен күліп, бәрі ретке келеді. Бірінші қыркүйекте міндетті түрде бұл жерде балаларды қабылдаймыз деді. Сол айтқандай бірінші қыркүйекте балалар қабылданды. Оған дейін бүкіл
да не байқалмады даже мына жерде бір құрылыс жүріп жатқаны. Бәрі бір әдемі қалыпта болды. Tаңертең 8:30-дан 8-ден 5-ге дейін қабылдай жұмыстарымен, балалар қабылдай жұмыстарымен, ата-аналармен келісім шарттар бойынша жұмыстары бітіргеннен кейін 5-те құрылысқа кетіп, құрылыста кішкене бір тазалық жұмыстары жасадым. Кішкене көмейім болсын, терім болсын ол жерде деп. Мен жерлер бұлай, коридорлар, сыныптары süpürüşмен тазалаған кезде құрылысшылардан бірі профессормен жұмыс істеп тұр. Мана айтты, бір 15 минут мен неге сыртқа шығамын. Сен бұл профессорды сана береміз, бұны қола, сосын 15 минуттан кейін келгенде мана бересің. Жарай ме? Мен айттым, жақсы жарай деп. Сосын 15 минут болды, 20 минут болды, жарты saat болды. Келген жоқ. Ben de kişkene aldım süpürge basladım. Profesör kasımda tur. Bir 45 minuttan keyin geldi özü. Sosun gelgende benim profesörüm kaydedip soradı. Ben ettim olsun da yok olsun dedi. Ben ettim hazır burada buldun ki mal bilgen yok onu. Yok onda sen uğurladın dep ayettim bana. Ben ettim ben uğurlamayım. Yok ötürü kaydasın dep ayettim. Yok ben ötürü de aytmayım, uğurlamayım da. Bırak benim kasında bol, bilmeyeyim ne bol. Ben algan yok bun. Ben bırak da seni 15 minut aytdım, ben seni jartı saat küttüm. Sosun aydı baslıgıma aytamın, seni ayıbını ona beresin dedim. Sosun baslığı geldi, baslığı da Türk kampanyasına bir kişi. Ayıttım basılığına, bu kişi benim profesörümü ben bu kişiye bergen. Kazı bu kişi yok. Mümkün bu ulu deyip bana ayıttı. Sosun baslığı ayıttı. Sen bu kişi osu lisenin direktörü deyip. Bu kız ayıtkan. Қалай директоры? Бұлай директор болмайды. Қалай директор біз сияқты бұлай тазалық мы жасайды? Жоқ, сәнмеймі деп. Сосын айтты ол сұраған басқа өзінің компания бұл профессор бұны алған кісі кім деп сұрағанда басқа бір досты оны алып, сосын айтты ол кісі жоқ, мен алдым деп. Солай бір оқиға болды, қызықты бір оқиға. Әрине бұл мектеп қандай ерекшелігі бар мектеп? Ең алдымен бірінші сыныптан бастап 11-ші сыныпқа дейін білім беріледі бұл мектепте. Негізінен үш түрлілік білім беру мәселесіне ерекше көңіл бөлінеді. Және осы қазақ түрік лицейлерінің ағылшын тілінде білім беру тәжірибесін бұл Нұрорда мектеп лицейінде де жүзеге асырылып жатқан жағдайы бар. Қазірдің өзінде осы 10 жыл болды ашылғанына, бірақ аз болғанына қарамастан Нұрорда мектеп лицейі үлкен жетістіктерге жетіп үлгерді. Жалпы халықаралық жарыстарда болсын, олимпиадаларда болсын үлкен жетістіктерге жетті. Одна из важнейших особенностей – это то, что главный ресурс нашей школы – учителя. Энергичные, творческие, молодые специалисты, они заражают всех своей энергией. И людей постарше, и, конечно же, учеников. Біз мектепке келе жатқан балалардың жүздерінен алаңсыз олардың бір мектепке деген сүйіспеншілігін, бір ыстық ықыласын байқаймыз. Оның сыры неде деген сұраққа үнемі үңілемін. Бұл білім беруде, тәрбие беруде біздің мектептің ерекшелігі деп ойлаймын. Балалар еркін өздерін ұстай алады, демократиялы сыни ойларын айта алады. Сырт көзге сын деп айтады ғой, сырттан келген адамдардың көбісі сабаққа кіргенде, сабақтан кейін ата-аналардың өзі де балалардың тым еркін екенін айта алады. Ол нені білдіреді? Яғни бұл жерде жүрген ұстаздардың ізгілікпен, сеніммен, балаларға деген сүйіспеншілігі, махаббатын көруге болады. Бұл біздің мектептегі бір ерекшеліктің бірі деп атауға болады. Ата-аналармен біз тығыз қарым-қатынас жұмыс жасаймыз ғой. Не нәрсе жасасақ та, қандай іс-шара жасасақ та, ата-аналармен бірге, етене бірге жүреміз. Спорттық шара болсын, неге жаңағыдай үлкен мерекемізде. Енді мен Наурыз мерекесін тойлағанды, нағыз осындай той жағында жасайтын осы мектепте көрдім. Бұл енді бұл мектептің керемет бір дәстүрлерінің бірі деп айта аламын. Өйткені жаңағыдай кәдімгідей бір ауылға түскендей боласың. Сыртқа шығырып, киіз үй тігіп,
жаңа иісін бұрқыратып, жаңағы түтін бұрқыратып, самаурынды қойып қояды, қазанды қойып қояды. Не керемет осы дәстүрі маған ұнайды ерекшелігімен. Шығармашылық оқушылардың кештерін айтуға болады, мораль кеже. Сосын мына міндетті түрде әр айда Қазақстанның белгілі адамдарымен кездеседі. Спортсмендер, депутаттар, белгілі саясаткерлермен кездесу өте қызық өтеді. Для меня особенно является та традиция, когда учащиеся нашей школы совместно с родителями, с учителями проводят различные благотворительные акции. Вот тогда, наверное, мы действительно поняли, что Нур-Орда — это большая дружная семья, это сообщество учителей, учеников и родителей. Я считаю, что именно такие мероприятия учат нас сопереживать, помогать близким, понимать и, может быть, даже делать этот мир чуточку лучше. Жаңа бір жаңалық әрқашанда бізді тосып отырады. Мысалы, осы оқу жылында тағы да бір жаңалық, ол мына кітап оқу. 15 минуттың арасында үзілісте кітап оқиды, ол өте керемет пайдалы нәрсе. Мұғалім ұжымына да, оқушыларға да. Неделя, если иностранных языков, они готовят там пищу. Кто-то турецкую пищу, кто-то казахскую, кто-то узбекскую, кто-то там филиппинскую, да? Вот этот момент каждый приносит свою традиции, то есть объединение, то есть не смотрим на то, что у нас там учатся дети какие, независимо какие. То есть на национальность не смотрят, а самое главное дружба, сплоченность, друг друга уважают, всегда видят, общаются и так далее. Я считаю, что в принципе ведется верная политика. Иногда, может быть, мы с чем-то бываем не согласны, да? Но проходит время, и ты убеждаешься, что действительно это все было продумано настолько, что оно дает потом свои результаты, дает свои плоды. Может быть, сначала мы действительно это не принимаем, может быть, противимся, может быть, считаем, что это как-то не объективно и не к месту, может быть, но время доказывает обратное. Идет верная политика, идет выбран верный путь. Сосын Нур-Орда маған үлкен мектеп болды. Мен өзім жалпы Нур-Ордадан өстім. Кәсіби өстім, жалпы білімім, пайымдауым, жалпы бір нәрселерге көз қарасым мүлдем мен өзгерді. Әрине, бір адам 40 жасқа келгеннен кейін ол нәрселер де бар ғой, өзгереді де адамда. Бірақ Нур-Орда менің рухани өсуіме, жалпы көз қарасыма қатты әсер етті. Жақсы көремін Нур-Орданы, шынымен бар ғой, маған қатты ұнайды. Былай байқасам, жылда бір жақсылық, жылда бір жаңалық, жылда бір инновация болып жатыр Нур-Ордада. Жалпы бүкіл лицейлерге, бұрынғы қытел, қазіргі білім инновация лицейлеріне Нур-Орда бір кухня сияқты. Сонда алғашқы біздің жобалар, проекттер, бұлай енгізілетін жаңа программалар, бағдарламалар біз Нур-Орда арқылы енгіземіз. Сосын Нур-Орда оны көрсетеді, ол болады, соған келген біздің мұғалімдеріміз, біздің директорларымыз, осында жұмыс істейтін басқа да қонақтар көп келеді Нур-Ордаға, басқа мектептерден. Олар көреді, бұл мектепте бір басқаша не бар, білімге бағытталған орта бар. Сол тәжірибені алуға болады. Себебі адамдарға бұлай осын жасау дейік, бұлай соны түсіндіру қиын. Біз манго деген мысалы жемісті бұрын жеп көрген жоқпыз. Мангоны қаншалықты суреттен түсіндірсек, сосын түріні айтсақ, дәміне айтсақ, сонымен оны бір рет беріп қолына адамдың жеп көрсеткенмен қаншалықты оны түсіндіргенде бірдей болмайды. Сол секілді енді Нур-Орда біздің жоспарымыздаки бар нәрселерді қазір орындап жатыр. Сол үшін ол біз үшін Қазақстанға, жаңа басқа мектептерге үлгі болатын бір орта деп мен көріп отырмын. Солай айта аламын. Сол үшін біздің жұмысымызды жеңілдетеді. Ол жағында мен Нур-Орда ұжымына алғысымды айтамын.
Енді мектеп деген педагогика жалпы адам үшін қызмет етеді ғой. Мектеп деген енді әрбір адамның 7 жастан кейінгі екінші ата-анасы ғой. Мен мектепті солай қараймын, солай түсінемін, солай оқығанбыз. Сол енді мектеп адамның ақыл ойын жетілдіріп, қоғамға дұрыс адам болсын, мемлекетке дұрыс үлес қосуға жебейтін, талпындыратын, үйрететін, және де қоғамға, адамзатқа дұрыс көзқараспен қарап, дұрыс жұмыс істеуге мәпелейтін адамның бір алтын бесігі ғой. Баламыз ақылды, қызымыз инабатты, жалпы Қазақстан Республикасының нағыз азамат деген атаққа сай баланы өсіріп шығару біз үшін ең басты мақсат. Сондықтан біз ең алғашымен баламызға орын іздегенде мына қала ішінде қандай мектеп осындай балаға жақсы тәрбие, жақсы білім бере алады деген сұрақ қойғанбыз алдымызға. Жақтары көп. Жаңағы айтып отырмын ғой, қай уақытта мектепке келсең де, мұғалімдерді, директорды кездестірсең де өзі алдынан шығып қарсы алып, сондай апай қалыңыз қалай, осындай не жағдаймен келдіңіз деп былай алдынан ашық жарқын шыққанның өзі не тұрады уже. Енді басқа мектептермен салыстыруға келмейді, мен өзіме осы мектеп ұнайды. Мектебінің ерекшелігі ол жоғары білім және ұлттық тәрбие. Соның барлығы осы қазіргі замандағы білімнің жоғары сондай бәсекелестігіне сәйкес деңгейінде беріледі. Сондықтан біздің ойымызша осы Нұрорда мектебі осы 3 сатты бірге қосып, үшеуінің басын қосып, осы балаға оны дұрыс түрде жеткізе алады және балалар осы Нұрорда мектебінде оқитын, осы мектепті бітіріп шыққан балалар тек 3 тілде ғана емес, олар өзінің тәрбиесі, жан-жақтылығы, шығармашылық жағының дамығаны барлығын бірге осы мектептен алып шығады өздерімен бірге. Білімнің бәрі бір ғой, бәр жерде де оқитын бала оқиды. Оқымайтын баланы сен қай жерге апарсаң да оқымайды. Сондықтан енді бұның ерекшеліктері енді жаңағы айттым ғой, салт дәстүрі несі енді мен секілді сыртқы көзге қараған халыққа сондай енді ата-аналарға. Оқыттым, бітірдім, енді ұшырдың да жібердің емес, сіздер соны және арғарай сол бала мектепті табалдырығынан аттағаннан кейін мынау келешек өмірде ол енді мектептен кейін университетке түседі. Әрқайсысы жаңа Қазақстанның ішінде болсын, шет елдерде болсын. Сіздер соны болды, жаңағы айтып отырмын, ұшырдым жібердім емес, сіздер соны арғарайда қалай оқып жатыр екен, сол университетімен сіздер сол жаңағы байланыста болып, соның үлгеріміне қарап, соның жаңағы сол жақтағы осы Нұрорданың бітіруші оқушылары болса, солардың жаңағы басын жиып деген өздеріңіздің бір сондай бір жобаларыңыз бар. Енді мен ондай жобаны шынын айтсам басқа бір жерлерде естімедім. Мынау елді сыйлау, елін сүюді, өзінің ұлтының тарихын білуді, өзінің ұлттық дәстүрлерін қастерлеуді, өзінің үлкен ата-бабасынан қалған қасиеттерді өзіне қабылдап, мынау бір-біріне мейірімділікті, үлкендерді сыйлауды, ұстаздарды сыйлауды, мынау ешкімге жамандық жасамай, қолынан келгенше адам өзінің жақсылық пейілімен өмір сүру керек екенін, мынау тіл жағын ұмытпау керек екенін, білімді болу керек екенін, тәрбиелі болу керек екенін, инабатты болу керек екенін, иманды болу керек екенін үйрететін қасиетімен осы немерелерінен, оның достарынан көрдім. Они растут, в общем-то, с открытыми глазами, они просто на глазах развиваются, и мы видим, как расширяется их кругозор. Вот они в этом году ввели чтение к табоку. Вот это чтение, это очень полезно. И вот по этой причине старшая внучка, она стала читать больше дома. Мы сейчас ей покупаем литературу на русском языке, там, французскую литературу, английскую литературу. Она стала очень много читать. Осы бір қызықты оқиғаның біреуі, ол біздің
ұлымыз Әлімжан екінші С сыныбында оқиды. Және бір күні үлкен апасының туған күніне барғысы келмейді. Сонда үйдегілер одан барлығы сұрайды, неге бармайсың, бүгін апаңның туған күні, қалай сен болмайсың десе, Әлімжан, мен бүгін шахматтан турнирге қатысам, және сол басталатын уақыты, ана туған күннің басталатын уақытымен бірдей дейді. Сонда біздікілер барлығы, өзім де таң қалдым, өйткені білем енді мектепте 19 үйірменің бар екен, және осы балалардың 2 не 3 үйірмеге жазылатының, бірақ оның кәдімгідей ана барып жүрген шахмат үйірмесінде үйренген шахматтың соншама деңгейінің жоғары екен, және турнирге қатыса алатынын біз білген жоқпыз. Сол күні жарайды, сен бара ғой деп осы туған күннен босаттық, өзі турнирге барды, және 5-6 ойын жеңіп келді да 4-ші разрядқа ие болды. Мен осы мектепке, мектептің ұстаздарына, мектептің мұғалімдеріне бір айдай көрінбей жүрдім, үй алып жүрдім. Ол бұладай қызық жағдай болды. Немерем төмен класста ғой, кішкентай әлі. Бір кезде звондайды менің телефоныма. Ата, мені балалар кішкене тиісті деп. Менен немеремді өте жақсы көрем, осында жетіп келдім. Жетіп келсем, сөйтсем, балалар әзілдеп, бір-бірін жаңағы бөлмеге есіктерін жауып қойған екен. Мен соған келіп кішкене енді мінезімді көрсетіп, бұл не дегенде, осында мұғалім болып істеді, класс жетекшісі болды. Салман Бей мырза өте ақылды, өте болашағы бар жас ұстаз келіп, ата, саспаңыз, бұл балалардың ойыны ғой деді. Сол кезде мен ұялып қалдым. Сол балалардың ойынына кірісіп, сол жерге келіп кішкене сәл мінезімді көрсеткеніме өзім ұялып қалдым да, бір айдай, бір жарым айдай келіп сәлем беруге ұялып жүрдім. Кейін қарасам, немерем сол балалармен бәрі дос екен, бір ойнайды екен. А немерем маған жаңағы кішкене артық отырып қалғасын, атам қайтар екен деп звондап мені тексерген екен. Нұрорда мектебіне бірінші тілегім ол осы 10 жылдықтарыңыз, ол тек жеткен бірінші белестеріңіз, осы түлектеріңіз көп болсын. Біз өмірден өтіп кетеміз, адам ұрпағымен мың жасайды дейді. Ұрпақтарымыз осы мектептен дамытып, әлемдік алдына шығарып, Қазақстанымыздағы әрқандай мектептер әлемнің алдында болса екен деп тілеймін. Нұрорданың оқушыларына, Нұрорданың түлектеріне келешекте мол бақыт тілеймін мен. Ең жақсы университеттерде оқысын, ең жақсы жерлерде жұмыс істесін. Бірақ қайда істесе де келіп, ертең Қазақстанда олар жұмыс істейді деп, еліне аянбай қызмет етеді деп мен сенемін. Себебі олар жаман білім алған жоқ, жаман тәрбие алған жоқ. Өздерінің азаматтығына олар дәлелдеу керек. Өздеріне берілген осы мүмкіншілікті еліне қайтару керек. Болашағы өте жарық деймін, және де осы системадағы оқу білім системалары да көбейе берсе деймін, барлық адамға осы қол жетімді болса екен деймін. Сол айтпақшы, сәттілік тілеймін. Нұрорданың ұшырып жатқан қарлығаштары, бітірушілерінің барлығы тек үлкен жетістік, жақсы абырой алып келетін азаматтар болып жетісе берсін. Және де барлық мектеп оқушыларына, барлық білім алушыларға да осы тілегімді тілеймін. Мына 10 жылдық тойына біз өте қуанып отырмыз. Осы 10 жылдық тойлары мерейтойы құтты болсын. Осы Нұрорда білім ошағы ары қарай дами берсін. Біздің жастарымызды, біздің ұл-қыздарымызды ары қарай оқытып, Қазақстанның болашағына еңбек етуге тәрбиелей берсін. Осы білім саласында сіздердің енгізіп жатқан еңбектеріңіз арта берсін. Барлық мұғалімдерге, осы балаларды тәрбиелейтін, оқытатын барлық мектептің мұғалім ұжымдарына алғысымды білдіремін, әрине ата-ана ретінде. Және осы жаңа оқу озаттарын тәрбиелеп, жаңа жетістіктерге жетуге тілектеспін.
осы біздің шәкірттеріміз келешекте осы Нұр Орда мектеп-лицейінен алған біліммен елдің елеулісі, халықтың қалаушысы болатынына мен кәміл сенімдімін. Нұр Орданың 10 жылдық мерейтойымен шын жүректен қазіргі бүкіл ұжымды, мұғалімдерімізді, тәрбиешілерімізді, жұмыс істеп жатқан еден тазалаушыдан бастап бүкіл ұжымның барлығын шын жүректен құттықтаймын. Оқушыларымызды, ата-аналарымызды құттықтаймын. Тек қана қазір еңбек еткен емес, еңбек етіп жатқан емес, бұрын еңбек еткен, аз көп үлес қосқан, оқып бітіріп кеткен түлектерімізді, оқушыларымызды, ата-аналарымызды, бұрынғы ұжымның барлығын осы Нұр Орданың 10 жылдық мерейтойымен шын жүректен құттықтаймын. Нұр Орда енді бүгін Қазақстанға танымал болса, осы жақын келешекте әлемге танымал мектепке айналады деген үміттемін. Осы Қазақстанға біз білім саласында жоғары деңгейде қызмет ете береміз деген ойдамын.